Тәуелсіздік тақырыбындағы тәрбие сағатыңызға жаңа идея. Бұл видео тәрбие сағатын ерекше өткізгісі келетін әр ұстазға арналады. Каналыма тіркеліп кетіңіз, пайдалы ақпараттар сіз үшін. Осындай кинолентаны жасау үшін осындай пластмассының және катушканың суретін шығарып аламыз. Одан кейін пластмассыны осы катушкаға скотчтың көмегімен жабыстырамыз. Катушкаға пластмассыны бекітер кезде үш жағынан скотчпен жабыстырып шықтым. Көріп отқан әр көрнекілігіңізді менің телеграм каналымнан ала аласыз. Ол жерде қосылу құны ақылы 1990 теңге, доступ шексіз. Менде салынып отырған әр көрнекілікті алып отыратын боласыз. Киноленталарды бекітер кезде мен мынадай қателіктерді жібердім. Киноленталарды бір-бірден жабыстырып аламын деп ойладым. Онымен оларды бір-бірден жабыстыру қиынға соқты және көп уақыт алды. Барлығы тігінен тұрған кезде киноленталарды бір-біріне жалғап жабыстырып алғаныңыз жөн. Киноленталардың өзінің қағаздары ұстап тұратынына сенімді болдым. Сондықтан осылай барлық қағаздарды орап бекітіп шыққаннан кейін кинолентаны ашып көрдім. Сол кезде кинолента қағаздары біткен соң құлап қалды. Сол себепті ортасына кардон салуымыз қажет екен. Кинолентаңыз құламауы үшін осындай кардонды кесіп, жан-жағын скотчпен жабыстырып, көлемін бірдей етіп келтіріп, ортасына салып қоясыз. Сол кезде лентаңыз дайын болады. Дәл осындай болады. Сіздермен болған Әсем Нұр. Каналыма тіркеліп кетіңіз, пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.